Малчылардың кіріс көзін арттырып, олардың қосымша кәсіппен айналысуына жебеуші болған Қарасу ауылы Ақши қыстағының саяхат кәсібін дамытудағы көмескі күшін дәп басып меңгере біліп, бірді негіз ету, үшті тиянақтандыру саясатын атқарып, малчыларды саяхат кәсібімен шұғылдануға жіберді. Ақши қыстағы қандай ерекшелігімен осы Мұңғылкөл аудандағы негізгі саяхат түйіндерінің бірі болып отыр? Ақши қыстағы саяхат районы болып бекітілуінде үш түрлі ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелігі қатынасы қолайлы. Мұңғылкөл ауданынан мына шат аралығындағы 10 қанша саяхат районына негізінен желілес, бірге десек те болады. Аудан мен шат аралығына жарым сағатқа жетпейтін уақытта барып келуге болады. Қатынасы қолайлы, 9 жолдың торабы деуге болады. Бұл бірінші ерекшелігі. Ал екінші ерекшелігі ұлттық салт санасы қою. Негізінен қазақ ұлты қоныстанған, қазақ ұлтының салт сана, мәдениет дәстүрін осы жерден көріп алуға болады. Мысалы, жаңағы біздің жүн түту, жібі еру, кестешілік, чит оқу, өрім өру, ағашшылық, қазақ ұлтының тағам мәдениеті сияқты ерекшелікке ие. Ауыл қыстақтың тұрмысын, қазақ ұлтының ерекше мәдениетін осы жерден көріп алуға болады. Мысалы, ат міну мәдениеті, түйе міну мәдениеті, түйелі көш мәдениеті, қазақ ұлтының тұрмыс тіршілігі, қазақ ұлтының той төкін салт санасы, қазақ ұлтының тағамдары сияқты мәдениеттерді осы жерден толық көріп алуға болады. Сондықтан енді осы үш ерекшелікке ие болғандықтан біз осы жерде саяхат районы деп әзір негізінен жолға алып істеп жатырмыз. Міне осындай жергілікті саяхат абзаллығынан икемді пайдаланып, саяхат пен кедейлерді сүйемелдеу қызметін тығыз сәйкестіре білген Қарасу ауылы қыстақтағы әрбір малшы семьяның өз ерекшеліктеріне қарай кәсіп ашуына тамаша орта жаратты. 28 орынды арнаулы ас су дайындайтын, ұлттық өнімдерді сататын орын етіп белгілеп, оны қыстақтағы 14 кедей семьяның пайдалануына берсе, 11 кигіз үйді арнаулы қонақ күтуге дайындап, малшыларды саяхат істерін басқару жағындағы техникалық білімдерімен қамдап отырды. Саяхат пен мәдениетті ұштастыра білген Ақши қыстағы саяхатшылардың қазақи ұлттық салт дәстүрге болған танымын тіпті де күшейту үшін саяхат алаңында арнаулы жүн сабау, кестешілік, кигіз басу, ши тоқу сынды қазақи түске ие бай мазмұнды қимылдарды ұйымдастырып, саяхатшылардың қазақ ұлтының осы бір бөгенайы бөлек ұлттық өнерлерін нақ майданда тамашалауына да орай жаратты. Осы алаңға жалпы кеткен қаржы 850 мың сом пұл. Бұның ішіндегі қаржы бір бөлімі Шинжанға көмекке берілген қаржыдан 400 мың юаны бар. Ауданнан берген қаржы бар, ауылдан шығарған қаржы бар. Ал міне жерде тігіп отырған біздің мына киіз үй. Киіз үйіміз негізінен осы жердегі малшылар өз қолындағы бар киіз үйді бұрынғы салт сана бойынша жақсылап жасап, әкеп тігіп отыр. Бұнда біз әрбір үйге 3-5 мың сом аралығындағы қаражат беріп отырмыз. Әзір жалпы міне жерде тігілген киіз үй 11. Ал енді келер жылға келген кезде біз осы киіз үйдің санын 30-ға жеткіземіз ба деп отырмыз. Ал осы киіз үйдің ішіндегі барлық мәдениет, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан қолөнер бұйымдары. Негізінен біздің осы киіз үйдегі ыдыс-аяқтар, негізінен ағаш ыдыс-аяқтар. Ұлттық түс алған бұйымдарды негіз етіп отыр. Осы жердегі бар ерекшелігімізді сәулелендіру арқылы осы жерде отырған малшыларымызды ең алдымен саяхаттағы кейбір білімдермен, техникалармен тәрбиелеп, өздеріндегі бар өнімдерді осы саяхатымыз арқылы шығарып отырмыз. Бұнда біз міне жерде отырған өздері тамақ жасап жейтін райондаймыз. Бұған жалпы 28-і бар. Соның 14 кедей малшыларға беріп, солардың кедейліктен ертерек құтылуына жол ашып беріп отырмыз. Қатысты орындардың саясаттық жақтан демеп, қаржылық қолдау көрсетіп, жол нұсқауының арқасында қыстақ тұрғындарының саяхат кәсібіне деген түсінігі біртіндеп тереңдеп, бұл кәсіпке болған ынталары күшейді. Өткен жылдан бастап семьялық саяжай ашып кәсіптеніп келген Ақши қыстағының тұрғыны Нұрислам Сүлейменұлы биылғы жылы саяхат басталысымен 25 мың ұянға арнаулы кигіз үй сатып алып, жасау жабдығын толықтап, қонақ күте бастайды. Біздің енді осы қыстағымызда 75 семья бар. Әсілі кедей қыстақ бұл. Кедей қыстақты қайту керек дегенде, сонда өкімет осындай саяхат менен кіріс көзін ашу үшін жол тауып, өкімет мына кәсіптендіріп жатыр. Біз тағамдарымызды қазақи тағам, жасыл өнім
Сол сияқты мисалан бізде қымыз бар, айранымыз бар, құртымыз бар, ірімшігіміз бар, нарынымыз бар, сүтті шайларымыз бар, мына май тоқаш нандарымыз бар, мына көмбе нандарымыз бар. Осы сияқты нәрселерменен саяхатшыны баурап, осындай істеп жатырмыз енді. Қазір енді өкімет бұл жерге мына үйдің отырған жеріне, мына жердегі суға, мына жердегі тазалыққа, сол сияқты нәрселерге ақы алынбайды. Мисалан, өкімет енді қарасып жатыр, мисал мына ыдыс аяқтарымызға дейін өкімет алып берді, мына ағаш ыдыс аяққа дейін. Осы жердегі 11 семьяға бір тұтас осындай алып берді. Біздің енді мына қыстағымыздың енді осы саяжай ашып осы саяхатына, болашағының барлығына, бұның дамитындығына, бұдан кіріс көзін аша алатындығымызға бұған менің сенім кәмілім бар. Қыстақтың саяхат кәсібінің жандануы ауыл азаматтарының кәсіптенуіне де тың тебін сыйлады. Еті тірі елгезек азаматтар өзара бірлесіп, семьялық саяжайды дөңгелек айландырды. Сахара мәдениетінің шағын картасындай болған мынау ұлттық ерекшелікке ие безендірілген үй қыстақ тұрғыны Ақтілектің отбасы. Ата мұрасын ардақтап, асылына балап, жоғалтпай сақтап, қастерлеп келген Ақтілек бүгінгі күні осы байырғы мұраларды кәдеге жаратып отыр. Семьялық саяжай ашу негізі мына бір жақ жол бой. Бір жақ осы жерде мына біздің Монголкір ауданында саяхат кәсібін дамыту деген жолға қойып, осы өзіміздің ауылдық үкіметтің басшыларының демеуінде ол кісілердің осындай қолдауының арқасында, жол көрсетудің арқасында осы кәсібімізді бастап кеттік. Осы барыста енді тұрмыс та жақсы. Өзіммен қоса осы маңайдағы саяхат көп кездерде көршілерімізде де тиісті ақысын беріп істеп, осындай оларға да тиімділік орай болды да бір. Осындай. Біздің үлкен атамыз сол. Әкеміздің әкесі елбасы болған екен, осы жерде ақыл-ақша деп қояды біздің жақта. Сол кісілеріміздің өз кезінде тұтынған бұйымдар екен. Олар енді әзір ол кісілер жоқ болғанмен де, ол кісілердің көзіндегі осы дүниелерді ұстап отырмыз. Бұл жерде мәдени мұралардың ең ұзақ жылғына сол 200 жылдан жоғары 300 жылға таяғандар бар. Олар енді тәш материалдарды негізі. Ал енді кейінгі мына ер тоқым басқа материалдар болсын, оларға 100 жыл, самаурындарымыз 200 жыл тарихи, ең аз дегендердің өзіне 70-80 жыл болды. Бұл енді біздің ұлтымыздың мәдениетін көрсететін, мәдениетін өзгеге танытатын мәдени бекзаттық мұралар өзіміздің ұлттық ерекшелігімізге ие. Бір жағы бұның біздің ұлттық мәдениетімізді көрсетуге, танытуға, ұлттық ерекшелігімізді осындай жарнамалауға пайдасы тиіп жатыр. Екінші жағы саяхатшыларды баурауға зор рол атқарып жатыр. Осы саяхатымыздың осындай гүлденіп көркеюіне, осындай дамуына өзіміздің ауылдық парткомында көптен көп көмегі болып жатыр. Өңірлік саяхат кәсібін жандандыру арқылы малшы қауымға тың кәсіптің көзін ашқан тиімді саясат пен көреген басшылардың жапалы еңбегінің арқасында кешегі кедей қыстақтың бүгіні егей қыстаққа айналғанына малшы қауым дән риза. Бұйыл мінеки Монголкір ауданының қазақы саяхан мекені деген бір сөз естіп жатырмыз. Бұның әмәлияты мінеки ауыл басшылары, аудан басшылары көмек қылу арқылы мінеки 11 үйді саяхат үйгіп белгілеп қойып еді. Міне жырғап, кейбір әжелер чиін тоқып жатыр, бауын тоқып жатыр. Кейбір келіншек қыздарымыз осы 11 үйге тән болып дағы 11 үйін жасап, келген меймандарды күтіп алып, ойнап күліп жатыр. Бұқарамыздың да бұған қарағанда көңілі де өсті, көңілі шаттанды, жақсы болды.